Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Инка. Бүгін кешкі асқа француз етін дайындаймыз. Бұл тағам негізгі екі өнімнен тұрады, ол картоп пен ет. Дайындау барысы өте тез, барлығын турап пешке сала салам. Достар, каналға тіркеліп, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Керек өнімдер: картоп, тартылған ет, жуа, ірімшік, майонез, қара бұрыш пен тұз, дәміне қарай. Барлығы видеоның астында толық жазылған. Ең алдымен картопты терка для корейской моркови деген үгіштен өткіземіз. Немесе дайын үй комбайнынан өткізіп алуға болады. Кесілген картоптың үстіне шым-шым тұз себеміз. Және картоп батып тұратындай суық су құямыз. Картоптың крахмалы кету керек, сол үшін 5-10 минутқа суға салып қоямыз. Уақыт өткен соң суын төгіп, картопты тағы да жақсылап суға шайып аламыз. Жуылған, тартылған картопымызды алып, ет табаққа саламыз. Оны 2 порцияға бөліп аламыз. Енді етімізге кірісеміз. 700 грамм тартылған етті бір ыдысқа салып, үстінен тартылған жуаны саламыз да, дәміне қарай қара бұрыш, тұз қосып, араластырып дайындап аламыз. Формамыздың ішіне өсімдік майын жағып шығамыз. Дайындаған картопымыздың жартысын формамыздың астыңғы бөлігіне саламыз. Бетіне кішкене шым-шым тұз себеміз. 1 келкі 1 қабат майонез жағып шығамыз. Одан кейін бүкіл етімізді осының үстінен саламыз да тегістейміз. Тағы да 1 қабат майонез жағып шығамыз. Енді қалған картоптың екінші бөлігін бетінен жаямыз. Тағы да 1 қабат бетінен майонез жағып шығамыз. Тегістейміз. Бір дана жұмыртқаны жарып, оны шайқаймыз. Сосын үстінен жарты кесе сүт құямыз. Шаңышқымен осындай тесіктер жасап шығамыз. Сұйықтықты құйған кезде ол толық біздің бүкіл тамаққа сіңетіндей. Бетін фольгамен жабамыз да 180-190 градуста қызып тұрған пешке 40-45 минутқа қоямыз.
менде 45 минут тұрды. Енді бетіне ірімшікті үгіштен өткізіп немесе турап саламыз. Сырды салғаннан кейін 10 минутқа 5 минутқа ірімшігіміз беті қызарып, еріп піскенше пеште ұстаймыз. Біздің француз еті дайын, өте жұмсақ, нәзік, сондай лүпілдеп тұр. Бұл тағамды сіз кешкі асқа, түскі асқа дайындап берсеңіз болады. Өте тез және оңай дайындалады. Дәмді болып шықты, өте нәзік болып шықты, үлпілдеп тұр, жұп-жұмсақ. Бізді картоптың крахмалын жуып шайып тастаған себептен осындай нәзік, жұмсақ болып шығады. Достар, осы каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осы видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Алдыда тағы да қызық рецепттер болады. Сау болыңыздар.